Жалғастырайық. Енді 67 емес, түрі 67-те, бірақ өзі 67 емес. О, керісінше де келмейді. Қанат Әлжапаров, қарсы алыңыздар. Шапалақ қошеметтер, Қанат. Жақсы, құрдасың шығып кетті. Тұрсынбек Қабатов. Күшті Лондон болып отыр, бірден ауылға кетіп қалдыңыздар ма? Мерекелеріңізбен, Қазақстан! Рахмет! Жаңа жылдарыңызбен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жыл мерекесі құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет, негізі құрметті ағайындар, мен өзім, сіздер білесіздер ғой, мен сахнаға шыққанда көбіне андай фантастикалық әзілдерді айтқан жақсы көремін. Өзім түсінбеймін, но фантастика екенін сеземін да мен. Маған сондай әзілдер ұнайды кәдімгідей. Өзім енді, білмеймін, өзім менталитетіме келетін, енді өзім әдеп құрып салт дәстүрлері бар адам ғой жалпы өзімнен. Сондай бір күшті да болсын, сахнаға шыққанда бір өзім болмайтын бір әзілдерді айтып жатсам, енді көп адам түсінбейді оны. Көп адам түсінбейді, маған бәрібір сонда да айта беремін. Бірақ залда бір 5-6 адам менің әзілімді түсініп, ва деп күліп, рахаттанып отырады кәдімгідей. Соларға қарамда әңгімемді айта беремін жаймен. Сол концерт біткеннен кейін жаңа 5-6 адаммен сөйлессең, тура өзім сияқты қуатын адамдар екен да аналар кәдімгідей. Мен өзім енді айтып жатырмын. Мен енді таң қалдым, енді 5-6 жігіт деймін ғой. Оказывается, менің кәдімгідей фанат қыздар бар екен, менде де кәдімгі жақсы көретін мені. Өткенде бір әдемі қыз келіп тұр, концерт біткеннен кейін, өткенде бір концерт болды. Бір әдемі қыз келіп тұр енді. Тәуекел Мүслім сияқты да. Енді жылап тұр алдымда енді өзі. Бүйтеді кәдімгі бір Қайрат Нұртастың, Төреғалидың фанаты деп айтуға болады да, бірақ ол маған айтады, Қанат ағай, біз сені жақсы көреміз дейді да. Аяйсың ана қызды кәдімгі мені жақсы көргенде. Біз сені жақсы көремін, мен сен күшті сондай сахнаға шыққан кезде кәдімгі жынды адам сияқтысың дейді. Мен анаға ренжінді, не аларын білмей қалдым мен енді. Жарайды, қарындасым деп кетіп қалдым енді. Енді құрметті көрермендер, жалпы мен шамалы сіздерге сол алжаған әңгімелерімді айтып берейін. Мен негізі қазіргі таңда үйде бір отбасыммен отырып телевизор көруден қалдым. Шынымен де, келіншегіммен отырып екеуміз телевизор көре алмаймыз. Телевизорда көрсетіп жатқан нәрсенің барлығын жүрегіне ала береді әйелім. Бүркіт пен Айшадан құтыла алмадым ғой шыны керек қазір. Бүркіт пен Айшаны көрсетіп жатырма, бірден әйелім әңгімені бастайды. Айшаныкі рахат, 24 сағат өзінің күйеуінің қасында, қайда барса сонда барады. Біз әйтеуір өмір үйде отырамыз. Айшаныкі рахат, өзінің бүркітімен ұшады, бүркітімен қонады. Біздің үйдің қарғасы өзі ұшып, өзі қонып. Біз ұшамаймыз ғой, біз ұшамаймыз деп тиісіп отырады ғой. Біз үйде ұшамаймыз, құс деген атымыз болмаса, біз тауықпыз ғой, тауық. Сон бала шағасын бағып, жұмыртқасын басып отырамыз деп. Мен айтам, қойшы енді, айта бермеші өйтіп. Жоқ, шынымен де ғой Қанат, мен үйде отыра беремін, өмір шықпайым былай-былай. Соны Бүркіт пен Айшаны көрсетіп жатса кәдімгідей, бірден әңгіменің бәрін салыстырып тастайды екеумізді. Маған айтады, шіркін-ай, саған күйеуге тигенімше неге Бүркітке тимедім екен дейді маған. Сосын мен айтам, Нұргүл, негізі Бүркіттің көзі көретін, есі дұрыс, адам ғой деймін да мен оған. Жоқ, мен неге саған кезінде тидім екен, көзім соқыр болып қалғанын-ай дейді. Мен айтам, енді 2000 жылдар сенің де көзің, менің де көзім нашарлап жүрген кезде қосылдық қой біз енді. Бірақ енді маңдайымызға жазған қой енді, оған сен жүрегіңе ала берме. Мен Бүркіт пен Айшаны менен сіздерге қызық айтамын. Мен қасыма неге ертпейсің деп ренжиді ғой енді әйелім. Бана Бүркіт пен Айша шетелде көп жүреді ғой, қыдырып. Соның инстаграмның фотосын көрсетті. Нан қарашы, екеуі Гавай аралдарында жүр екен, Анаяқта жүр екен, Таиландта жүр екен. Біз ауылдан шықпаймыз, Айшаныкі рахат. Бір түйеге түскен, Дубайға барған, бір түйенің үстінде отырған бір фотосы бар екен. Нан қара, Айша түйеге мініпті дейді да маған. Енді мен Нұргүлді түсінемін әйелімді. Түйе көрмеген ғой өзінен басқа. Сол маған айтады. Біз неге шықпаймыз дейді. Қойшы дедім енді, шығасың, күндердің күнде уақыт келеді, уайымдама деп. Бір енді әдемі бір Бүркіт пен Айшадан құтылып келе жатыр ек, Қайрат Нұртас шықты әйелімен. Өзгерді әңгімесі. Анан қараш, Қайрат Нұртас әйелімен сахнаға шығып жатыр. Мен неге шықпаймын? Мен неге шықпаймын? Мен Қайрат Нұртастың әйелінен қай жерім кем менің? Еш жерің кем емес сен. Артық сенікі. Артық, сен үйде отырып мағасың. Қойса енді ол шығасың бір күні. Мен Төреғалидың әйелінен қай жерім кем? Ол да әйелін көрсетіп жатыр Төреғали. Ернар Айдарда көрсетіп жатыр. Тұрсынбекте көрсетіп жатыр, келіншегім мөлдірді. Мен неге шықпаймын сахнаға? Сосын мен айттым, енді амал жоқ енді, құтыла алмаймын мына сөзден. Сосын айттым, Нұргүл дедім, Нұргүл, жалпы біздің әулеттің
білесің, біздің әулетте, біздің отбасымызда, біздің тұқымда, біздің үйдің әйелдері үйден шықпау керек. Біз далаға кеткенде, ер азамат үйде отырып, баласын бағып, әйелі бағып, не айтып отыр? Семьясын күтіп, күйін, жағдайын жасап отыру керек. Біздің үйде шығуға болмайды. Мен неге сені сахнаға шығаруым керек? Сені сахнаға алып шығам, қаншама жігіттер көреді. Қанаттың әйелі дейді, мен көз түседі, мен қызғанам дедім. Мен тек сені мен ғана көруім керек дедім. Риза болып қалды ғой. Рас па дейді кәдімгідей. Рас дедім. Солай болу керек біздің үйде. Сөйтсем осы әңгімені папам естіп тұр да, маған айтады. Баяғыда осы әңгіме қалай есіме түсіп, мамаң айтпағанмын дейді да маған. Мен айтып, папа, әлде де кеш емес қой, айта салсайшы десем, уже поздно дейді. Қазір мамаңа мен айтып жүрмін дейді. Шығаршы мені үйден деп айтып жүрмін дейді. Енді шыны керек, енді мен құрметті ағайындар сіздерге айтайын, негізі келіншегімді алып шыққым келеді сахнаға. Келіншегіммен бірге құдырып, бүркітпен айша ұқсап, анда да мында да бірге жүргім келеді. Просто мен ұяламын бірге жүруге. Мен неге ұялатынымды айтайын, ол тамақ шаш төгіп жейді. Шаш төгіп жемейді. Шайнамай жатады. Қалжында отырмын. Ана көбіне осындай әйелім жайлы әзіл айтып жатсам, жұрттың бәрі маған айтады, Қанат, неге сен осы әйеліңмен ойнайсың көп, неге онымен қалжыңдасасың дейді. Сосын мен айтамын, өзіме әйеліммен ойнамағанда кім әйеліммен ойнаймын енді? Өзіме әйелім қойында ойнауға болады ғой маған. Мен театрда Қайрат әйелің бере отыршы, ойнайын деп едім, бұл қайсы қол деген. Өзіне әйеліммен ойнау керек қой. Сосын мені шығар деп қоймады. Сосын мен айттым, Нұргүл дедім, сен орыс тілін білмейсің ғой дедім оған. Сен орыс тілін білмейсің, ол творчествоның адамы деген орыс тілін білу керек деп едім. Сен өзің қарып қыласың ба орыс тілін дейді маған. Біз енді орыс тілі жайлы әңгіме болса, үйде қағазды ашып жібереміз да қағазбен сөйлесеміз. Сосын мен сасқан жоқпын, бірден қалтамнан шығардым да. Я творческий человек. Я постоянно общаюсь с интеллигентными людьми. Поэтому я говорю на русском языке. Ол тұртта қалтасынан дәу қағаз шығарды. Да, дейді маған кәдімгі. Екеуміз орысша күшті сөйлесіп тұрсақ, мама өтіп барады. Қалтасынан қағаз шығарды да. Почему вы на русском разговариваете? Дейді бізге. Біз екеуміз де маманың сөзіне жауап берген жоқпыз. Екеуі оған жауап беретін қағазда жазылмаған да. Енді мен сіздерге бір шынымды айтайын, бір әйел адам бір жерге шығам деді ма шығады екен. Бір жерге барам деді ма барады екен. Бірдеңені алам деді ма алады. Өткенде маған айтады, Қанат, маған Айда Кауменованың киімдерін алып бер дейді. Мен енді шынымен де ол ренжімесін, мен басқа салада жүргеннен кейін ба Айданың мен білмейді екенмін. Былай зерттеп қарасам, Айда Кауменова ол әйелдердің киімін тігетін дизайнер әлі екен ғой енді. Сосын мен айттым, мен білмеймін ғой енді. Нұргүл дедім, сен есің дұрыс па сен? Мен қалай, мен Қанат деген атым бар, бір театрдың актерімін, сонда қалай барып Айда Кауменованың киімін сұраймын деймін да мен Айдадан барып. Айда, мен әйелім Нұргүлге сен киімдеріңді берші, көйлегіңді берші, гамажыңды берші, қалай айтамын мен оған? Біздің театрда мөлдірдің киімдерін кеш болды, біздің Тұрсынбектің әйелі нормальный киінеді ғой, ол да түсем, ол анау мен қайдан білейін түсінбеймін ғой, дизайнер әйел екен. Енді мен сіздерге таң қалып тұрмын, енді құрметті ағайын. Шығам дедім ма шығады екен. Мен Тұрсынбекке миым жегеннен кейін айттым, мәке, мен әйелім шығарайын дедім, тәке, шығарамыз ба, не істейміз деп. Болды Қанат деді. Бірақ әйелім айттым, сен көктемде шығасың ба жаным? Шамалы мүмкін сахнада жүргеннен кейін әйел адам деген шамалы фигурасы болу керек. Шамалы фитнеске барсай деп айтқам. Болды деді, барам деді. Не істеймін деді, 6 ай қатыс дедім, айына 10 килограмм лақтыр деп ем. Оны да біліп қойып тұрған, 6 айда өзім алып келдім, жоқ болып көтем ғой дейді да маған. Сосын амал жоқ, Тұрсынбекпен сөйлескеннен айттым, тәке не істейміз, шығарамыз ба сахнаға, әйелім осылай деп ем. Жоқ, Тұрсынбекке риза болдым. Шығар Қанат деді. Сенің отбасының амандығы керек деді. Енді биыл енді өзім де ойлап тұрмын, бүгін шығарсам шығарайын деп тұрмын, құрметті ағайын. Биыл енді 2017 жыл біздің Қазақстанда әйелін көрсету жылы болып жатыр. Жылдың аяғында мен де көрсетіп қалайын деп тұрмын. Келесі жылы жұрт басқа нәрсе көрсетіп жатқанда әйелімді көрсетіп тұрып, мондан алғым келіп тұрған жоқ менде. Рас қой енді. Жұрттар басқа нәрсесін көрсетіп, мынандай да бар бізде деп жатқан кезде менде, бізде баяғы деп оны қалай мысалға деп жатырмын енді. Енді құрметті ағайындар, осы Тұрсынбектің рұқсатымен арнайы ода тұрған ештеңе жоқ, шықса шықсын деп мен де өзім келістім, бірақ маған да оңай болып тұрған жоқ. Қабыл алыңыздар, әйелім Нұргүлді шақырайын. Арман бір орындағым келіп тұр, құлағыма тиіштік керек. Айтпақшы, залда жүрегі нашар кісілер болса сіздерге өтініш. Жоқ, жүрегі нашар кісілер далаға шығып кетсін деп жатқан жоқпын. Просто алдын ала дәрілеріңізді ішіп алыңыздар деп жатырмын. Қандай ғажайыпты көру керек қой, адам деген далаға шығып кетпеу керек қой. Бұл тарихи сәт.
қабыл алыңыздар. Сіздерге өтініш, жақсылығы болса асырып, жамандығын жасырып. Көрмеген адам құсап артық еттер болса. Ал енді сахнада, қарсы алыңыздар сахнада. Кәдімгі Роза Рымбаеваны шақырайын деп тұрған сияқты кәдімгі. Менің әйелім Нұргүл Құдайбергенова. Келіңіз, арманыңызды орындаңыз. Қошемет. Қанеке? Қанеке? Ау. Кешірім сұраймын. Менің сахнаға шыққаным жарамас. Менің орным қара ошақтың қасы мен бала шағамның ортасы емес пе? Ойбай, отанасы. Бұл шықшы Нұргүл, тез. Мен айтып қойдым халыққа, бұл енді. Айып етпеңіз. Мен айтарымды айттым. Сіз сахнада жүрсеңіз, мен сіздің тілеуіңізді тілеп үйде отырсам, осыдан асқан ғанибет бар ма? Мынау әртістің қатын ма, менің қатын ба, кеше айналайын. Онда менің бір шартым бар. Шарт, айтшы, не шарт? Қазір мен сахнаға бетімді жауып, бір топ қыздармен шығамын. Сол қыздардың қолын ұстау арқылы мені тауып алыңыз. Ойбай, ұстамай-ақ тауып аламын ғой мен. 8 жыл бірге тұрған адам исінен біліп қойған ғой. Үстіңе бірдеңе сүйе болмасаң. Бұл енді? Абайлаңыз. Таба алмай қалып масқара болмаңыз. Мен 4-ші тұрамын. Бұл енді кім? Нұргүл, кел. Нұргүл Құдайбергенова өзінің шарттарымен әйелің алдында билеп кетеді екенсің. Нұргүл, мынау қыздарың бір ұзын бір қысқа вообще логика келмейді ғой, аналар. Тауып алайық сізді. Қолыңыздан ұстап, бұл макияж бұндай болмайды оңға. Кешіріңіз, сәл жуандау. Қара бет болмау. Жоқ, кешіріңіз. Өзіңіз шегіп, алдап, 4-ші тұрам деп, неғып соңына тұрып ағансыз? Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көкем-ау, көкем-ау. Көкем-ау. Бұл осы Астана, бейбітшілік келісім сарайы. Қош келдің. Кел, ортаға тұр. Қошеметтеріңіз зор қойыңыздар. Сонда нағыздардың барлығын қаяқтан тауып ағансың? Таппадыңыз. Ау? Таппадыңыз. Осы бола салшыншы.